сәлеметсіздер ме YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда Қазақстан ұлттық телеарнасында болып жатқан жазықсыз жүрек телехикаясында пембе рөлін сомдаған актриса туралы мағлұмат беретін боламын. Мағлұматты тыңдамас бұрын каналымызға тіркеліп кетсеңіздер екен. Селин Дүмлүгөл 1992 жылы 12 қарашада Түркияның Измир қаласында дүниеге келген. Орта мектепті бітіргеннен кейін бірнеше салада актерлік шеберлікпен айналысты. Сыртқы келбетіне тәнті болған актрисаның бойы 1,63 см, салмағы 54, көзінің түсі жасыл. Ол Халдун Дормен театрына жазу арқылы актерлік дайындықтың ең маңызды қадамды жазады. Мұнда ол біраз уақыт актерлік шеберлік туралы бәрін білді. Содан кейін театрлардағы мансабында тез өсті. Актердің осы уақытқа дейін 4 театрлық қойылымда ойнаған. Театрлық қойылымдардың біріншісі жазғы түннің арманы деп аталатын спектакль. 2016 жылы түскен жазықсыз жүрек телехикаясында осы пембе рөлін сомдау арқылы ол көпшілікке танылды. Сонымен қатар Селиннің актерлік өнерден басқа бимен, музыкамен, коньки тебу сияқты таланттары да бар. Жеке өміріне келетін болсақ, әлі тұрмыс құрмаған.